Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен 17-ші күн Чуақ бөбек жайының тәрбиешісі Саламатова Ақбетес Тұрашевна. Шебер сыныбымыздың тақырыбы шебер қолдар. Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балаларды сәндік қолданбалы өнер түрі қыш құмыра жасау жолдарымен таныстыру, оларды мүсіндеуге деген қызығушылықтарын дамыту, қол өнердің қыр-сырын көрсете отырып, шеберлік дағдыларын қалыптастыру. Балалар, мен сендерді бүгін қызықты саяхатқа шақырамын. Балалар, біздің Ақтау қаламызда мәдени орындар көп. Біз бүгінгі саяхатымызды облыстық мұражайдан бастайтын боламыз. Барғыларың келе ме мұражайға? Әрине, балалар келеді. Жарайсыңдар, ола дайын болсаңдар, Айшаның соңынан оңға қарай бұрылып, әдемі әнімізбен саяхатқа шығайық. Шебер сыныбын ұйымдастыру барысында алдын ала жұмыстары жүргізілді. Алдын ала жұмыстарымыз облыстық мұражайдан басталды. Балалармен бірге мұражайдағы тарихи жәдігерлер, қыш құмыралар, ыдыстардың жасалу жолдары балаларды қызықтырды. Содан соң балалармен бірге Ақтау қаласындағы қолөнер шеберханасына бардық. Қолөнер шеберханасында осы кәсіптің қыр-сырымен таныстық. Шеберханадан келгеннен кейін қыш құмыраның жасалу жолдарын қайталап және саз балшықтардың түрлері туралы сұрақтар қойылып, балалардан жауап алынды. Ал балалар, саз балшықтың қандай түрлері болады екен, білесіңдер ме? Айта ғой. Саз балшықтың қоңыр түрі бар. Дұрыс айтасың. Айта ғой, Раяна. Табиғи түрі бар, жерден қазылады. Дұрыс айтасың, ол жерден қазылады. Қандай түрлері бар екен? Бигали айта ғой. Саз балшықтың суы түрі болады, оттағы және ылғалы болады. Дұрыс айтасың. Саз балшықтың сұры түрі ол әрі тығыз, әрі ылғалды келген. Ол біздің жерімізде кемір деп те аталады. Дұрыс айтасың. Тобымыздағы кішкентай шеберханамызда саз балшықты өз қолдарымызбен дайындап, құмырашыдан үйренген қыш құмыраның жасалуын қайталап пысықтадық. Шеберханамыздың тәжірибе бөліміне өтіп, саз балшықты жасауды үйрендік. Тәжірибеге қажетті құралдар: саздың түрлері: көк саз, қоңыр саз, сұр саз. Ыдыстағы құрғақ сазды балалар қолдарымен ұстап бақылайды, сипаттап айтады. Жұмсақ екен әрине. Тағы да қандай бар екен? Айта ғой, Айгүркім. Жұмсақ екен, иә? Жұмсақ бұл жері таза. Ал балалар, осы сазды біз өз қолымызбен дайындайтын боламыз. Дайындау үшін бізге елек керек. Алдымен үлкен електі алдымыздағы бос ыдысқа үстіне қоямыз. Екінші, сүзгімізді де дәл солай етіп қоямыз. Саз топырақты бірнеше електен өткізу арқылы сазды бөліп аламыз. Қиыршық, майда тастарынан ажыратып, содан кейін сазға су араластыру арқылы саз балшықты дайындаймыз. Саз балшығымыз қандай болды екен? Раяна айта ғой. Құм сияқты. Құм сияқты болды, дұрыс айтасың. Айша айта ғой. Жұмсақ болыпты. Мұхаммед Ali? Қандай? Жұмсақ болған екен. Айтша Нерке айта ғой. Қандай болды? Жұмсақ, құмсақ, жылы. Таяқшаны аламыз да алдарымыздағы судан аздап араластырып ылғаймыз. Саз балшығымыз дайын болды ма? Дайын болған саз балшығымызды алып, шеберханамыздың құмыра жасау бөліміне өттік. Құмыра жасауға қажетті құралдар: күзеші ұршығы, саз балшық, су сорғыш, су және кескіштер. Құмыра жасау үшін алдымен саз балшықты аламқанымызға салып, тығыздап, домалақтап аламыз. Содан соң балшықты құрылғының үстіне нығыздап қоямыз. Құрылғыға тығыз жабысып тұруы шарт. Содан кейін су сорғышты қолдану арқылы саусақтарымыз бен алақандарымызды ылғалдап,
құрылғыдағы сазбалшықтарды жайлап жұмсартамыз. Сазбалшық жұмсарған соң алақанымызбен басып, қалаған пішінімізді жасаймыз. Жалпақ форманың дәл ортасын тауып, сұқ және ортаңғы саусақтарымызды біріктіріп, ыдыстың формасына келтіреміз. Құрылғымызды қосамыз. Айналып тұрған құрылғыдағы сазымызбен ыдыстың формасын өзімізге қажетінше жасап аламыз. Дайын болған ыдыстарымызды пеште кептіруге жібереміз. Сергіту сәті сөз маржаны. Балалар дөңгеленіп тұрады. Әуен ойнағанда допты балалар бір-біріне береді. Әуен тоқтаған кезде кімнің қолында доп қалса, сол бала мақал-мәтел айтып беруі шарт. Сөз маржаны жаттығуынан кейін балалар дөңгелене отырып, релаксациялық жаттығу жасайды. Шеберханамыздың әрлеу бөліміне өтіп, пеште кеуіп дайын болған ыдыстарымызды сурет салудың дәстүрден тыс технологияларын қолданып әрлейміз. Мұралар болды, керемет. Міне балалар, өздерің еңбектеніп, сазбалшықты қолдарыңызбен жасадыңдар. Және сол сазбалшықтан құмыралар, әртүрлі ыдыстарды жасадыңдар. Міне, әркім өз еңбегінің нәтижесін көреді деген осы. Рахмет, балалар, жарайсыңдар. Олар өздерінің жұмыстарын бағалайды, сипаттап айтып береді. Қорытындылай келе іс-әрекетімізді Асыл мұра атты ұлттық биімізбен аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.